Асанәлі Әшімов қазақ халқының ең ірі үлкен тұлғалы актері. Ал енді осы қарапайым актерліктен бастап қазір сахнамыздың, ұлы шаңырағымыздың, Әуезов шаңырағының, жалпы мына өнеріміздің үлкен абызына айналып отыр. Енді мен ол Асекең туралы ұлылығын, ұлы жүрегін барлығы да айта жатыр. Ал бірақ мен өзімнің мына Казгуде журналистика факультетінде 3-ші курста оқып жүрген кезде Лениншіл жас газетіне практикаға бардым. Соны практикаға барған кезде екі адам туралы жазуға маған не берді, тапсырма берді. Біріншісі, ол кезде Сәбира Майқанова Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты болған. Сәбира апама барып, ол күлсе күліп, жыласа жылап, сөйтіп мен жас кезімде осылай. Содан кейін Асанәлі Әшімов туралы жаздым. Сонда Асекең айтты, мен Қобыланды спектаклінде ойнаймын Шуақтың рөлін. Сен ана сахнаның сыртынан кел деді. Содан сыртына барып тұрым. Енді жас кезіміз, 3-ші курстың жас кезде, енді балаң кезіміз, ұрақтасын, ана кім, Асекең Шуақтың рөлінде сауыт киген, қолында қылыш найзасы бар, атып, қара тер болып атып шықты бұлай. Неге? Сахнаның сыртына. Сосын Асаға, болдыңыз ба дедім. Жоқ. Қазір барып өлем, содан кейін шығамын деді. Сол енді, сонымен Лениншіл жас газетіне жаздым, сол табиғи күйде. Сол енді Асанәлі Әшімов ағамызбен жиі қатысып тұрамыз, бірге сапарларда боламыз, бірге соңғы ұлағатты сөздерін естіп, тыңдап, бірге өстік. Сол енді мұнау неге қашанда Асекең бір жақсы, бір жайттері болса шақыр болады, болатын тойы құтты болсын, 80-нің сеңгіріне шығып, Жанбол атамыздың жасынан өтіп, ғұмырлы мағыналы, ғұмыр кешсін.